Жалағаш аудандық психологиялық педагогикалық түзету кабинетінде емдік дене шынықтыру нұсқаушысы Азамат ағайдың сабағы қалай өтетінін көреміз. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Өзіңіз жайлы таныстырып жіберсеңіз. Мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданының психология педагогикалық түзету кабинетінің емдік дене шынықтыру нұсқаушысы Жақсылық Азамат Берікболұлы. Сізге сұрақ қойып жіберсем бола ма? Болады. Емдік дене шынықтыру нұсқаушысы болуға не себеп болды? Емдік дене шынықтыру нұсқаушысы болуға біріншіден сыныптасым ДЦП үйден оқитын. Біз оған біраз көмек көрсететінбіз, ортаға қосқымыз келетін, волонтерлық көмек жасайтынбыз. Және де кейіннен осы ерекше білімді қажет ететін балалардың көбеюіне байланысты мен осы мамандықты таңдадым. Етіші нұсқаушысының негізгі міндеттері қандай? Етіші нұсқаушысының негізгі міндеттері балаға көмек көрсету, бала кабинетке келгенде алғаш температурасын, баланың жай күйін бақылау, одан соң қыздырыну, созылу жаттығуларын жасап, балаға барынша көмек көрсету. Бұл мамандықты игеру үшін қандай білім қажет? Бұл мамандықты игеру үшін дене шынықтыру мамандығы қажет, және де қосымша массаж, емдік дене шынықтыру, біліктілік арттыру курстары қажет.